Microsoft Excel курсы парақтарды топтау. Кейбір жағдайда сізге бірнеше параққа бірдей әрекет істеуге тура келеді. Ол бірдей ақпарат енгізу болуы мүмкін, немесе форматтаудың бір әдістерін барлық парақтарға немесе белгілі бір көптеген парақтарға қолдану керек болады. Ондай кезде әр параққа жеке-жеке өзгеріс енгізгеннен гөрі барлығына бір мезгілде бір өзгеріс енгізген ыңғайлы. Біздің қаңтар парағында және мамыр парағында бірдей ақпарат сақталған. Ал ақпан, наурыз, сәуір парақтарында ешқандай ақпарат жоқ. Енді осы үш парақты топтап, оларға бірдей ақпарат енгізіп көрейік. Топтау үшін алғашқы парақшаны белгілеп, кейін пернетақтадан Ctrl батырмасын басып тұрып, қалған парақтарды белгілеу керек. Қазір бізде осы үш парақ бір топқа бірікті. Енді мен ұяшыққа мысалы кез келген бір ақпаратты енгізейін. Дәл осы ақпарат бізде барлық үш парақта жазылды. Оны тексеру үшін қарап көрейік. Топтаудан шығудың екі жолы бар. Осы топталған парақтардың үстіне тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, разгруппировать листы деген пәрменді басуға болады. Енді әр параққа шолу жасасақ, барлығында да осы D6 ұяшығында 1, 2, 3 деген сандар жазылып тұр екен. Біріктірудің тағы бір жолы, егер біз қатарынан тұрған бірнеше парақты біріктіргіміз келсе, онда алғашқысын таңдап, кейін пернетақтадан Shift батырмасын басып тұрып, соңғысына тінтуірдің сол жақ батырмасын басамыз. Енді бізде осы аралықтағы парақтардың барлығы топтасты. Топтасу пәрменінен шығудың тағы бір жолы, ол топқа енбеген парақшаның үстіне басу. Сол арқылы біз топтаудан шыға аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.